Hey, сәлем достар, сендермен бірге мен әдеттегідей Фархат досым. Бүгінгі видеодан сендер көптеген айырмашылықтар байқап тұрсыңдар иә. Короче, өзімнің фоныммен түсіріп жатырмын қазір. Қараңғы көтті сендер кетік. Өзімнің фоныммен түсіріп жатырмын кәдімгідей. Көріп тұрғандарында мен бастапқы видеоларымды хрома киймен түсіріп жүрдім, байқасаңдар. Мысалы Майнкрафт ойнаған кезде, мысалы өзім скин жасадым деген кезде, мысалы ше, ең алғашқы видеомды хрома киймен түсіріп жүрдім, сөйтіп барып үлкен динамит жардым дегенде де түсіріп жүрдім, сөйтіп барып вектор ойнаған кезде де түсірдім солай. Енді өзімнің кәдімгі обучение фонымен түсіріп жатырмын сіздерге. Енді контенттер күтіңіздер, ертең дерзкий контенттер шығады менің арнамнан. В общем, сапалы қылып түсіруге тырысатын боламын видеоларымды. Осылай влог қылып түсіріп жатырмын мен сіздерге. Бірінші рет. Жарайды, енді маған өкпе жоқ, сендерге өкпе жоқ, короче. Түсіріп жатырмын блогты. Сіздерге блог ұнай ма? Жалпы комментарий жазып кетіңіздерші. Сіздер блог ұнай ма? Сол туралы түсірейін сіздерге влог. Бәлкім кейбір адамдарға қызық шығар блог. Менің мысалы басқа көрермендеріме қызық шығар. Кейбіреулеріне летсплей қызық, кейбіреулеріне скетчтер қызық та. Комментарий жазып кетіңіздер, не көргілеріңіз келеді, не көргілеріңіз келмейді. В общем, мен влог түсіргім келіп жүрсе кейінгі кезде. Жарайды достар, онда осымен видеомды аяқтайын. Ертең сапалы контент шығарып отырсатын боламын арнамда. Бұл тест қой, в общем, тест та бұл. Ең алғаш рет блог түсіруім туралы, короче. Так. Болды. Сөзден жаңылысқаным үшін кешірім сұраймын. Бұл видеоға мен ешқандай сценарий жазған жоқпын, ешқандай мәтін жазған жоқпын, ешқандай текст жазған жоқпын, короче. Так, не айтып кеттім ғой, текст мәтін деген болмай. Так, короче, солай жазған жоқпын. Ай, сындырамай қойдым ғой сендер, короче. Аяқтай салайыншы видеомды. Жаңылыса беремін сөзден. Сау болыңыздар.